Мұнан былай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен деп құр боласың деді. Бір адам 10 жасар баласын ертіп егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп баласына: "Анау тағаны балам ала жүр" деп айтады. Бала әкесіне: "Сынып қалған ескі тағаны алып, не қылайын" дейді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң, әкесі қайырылып, мына тағаны соларға 3 тиынға сатады. Одан біраз жер өткен соң, шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алады. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре береді. Біраз жер өткен соң, әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Соңына ілесіп келе жатқан бала да тымақ қызғып келеді екен, жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Битегенеден соң және бір шие онан біраз өткен соң, және бір шие сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып айтты: "Көрдің бе, мана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға ерінің енді сол таға қалған шиенің жерге түскенін аламын" деп бір еңкеудің орнына 10 еңкейдім. Мұнан былай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен деп құр боласың деді.